Сәлем достар, сіздермен денсаулық зор байлық каналы. Достар, егер каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Достар, біз бүгін қыс мезгілінде бас киім киіп жүру қаншалықты маңызды, сол жайлы айтатын боламыз. Егер сен басыңды жылы ұстамасаң, немерелеріңе ертек айтып беретін ата-әже болмайсың. Бұлай неге айтып отырмын? Адам миы нейрондардан тұрады. Нейрон салқынға өте сезімтал. Егер сен сол бас киімді қыста киіп жүрмесең, бір күнде сенде 1000-нан 10 мыңға дейін нейрондар үзіліп сола бастайды. Сен ойлауың мүмкін, менде бәрі жақсы, ешқандай денсаулығымда өзгеріс жоқ деп ойлауың мүмкін. Себебі адам миында 86 миллиардқа жуық нейрондар болады. Сен ұзақ жылдар бойы бас киімсіз жүрсең, сенде есте сақтау қабілетінен айырылуың мүмкін. Кейбір үлкен кісілер болады, бір нәрсені 10 рет, 20 рет қайталай беретін болады. Бір кассета бір орында айналып тұрған сияқты. Бір тарихты көршісіне де айтуы мүмкін, танысына да айтуы мүмкін, сол сөзді қайталай беруі мүмкін. Сол жағдай сенде туындамау үшін қыс мезгілінде бас киімсіз жүруді ұмытыңыздар. Қыс мезгілінде бас киім киіп жылы ұстап жүру керек. Бастағы жаңағы ми талшықтары өліп қалмау үшін бас киіммен жүріңіздер. Ең бірінші байлық бұл денсаулық. Дендеріңіз сау, ауырмаңыздар. Егер каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.